Номер 56 орта мектептің мектепалды сынып тәрбиешісі Анарбай Гүлзипа Құрманбекқызы және менің көмекшілері Шаяхмет Асия мен Ниязқызы Сафия мен бірге бүгін Кока-кола сусынының зияны мен пайдасы туралы айтамыз. Қазіргі таңда Кока-кола сусынын ішпейтін жан жоқ сірә. Әсіресе үйдегі балалардың туған күн мерекесінде, қонақ келгенде, дастарханымыздың төрінде ең бірінші сусын ретінде пайдаланып жүргеніміз бар. Қыздар, енді біз Кока-коланың зиянын біле тұра, біз осы сусынды пайдаланамыз, Енді осы Кока-кола сусынына біз тәжірибе жасап көрейік, София, бізге Кока-кола сусынның зияны жақтарын айтып бере аласың ба? Бұл Кока-кола сусыны қай мемлекетте өндірілді? Айта қойшы. Ол Америка мемлекетінде өндірілген, Оның құрамына не қосылған? Айта қойшы. Бояғыштар Және химикаттар қосылған, Ол біздің ағзамызға зиян ба? Әрине зиян. Олай болса, София, біз осы таңда Кока-кола сусынына тәжірибе жасап көрейік. Оған қажет бізге Кока-кола сусыны және біздің күнделікті пайдаланатын сүт өнімі. Олай болса, Асия, сен Кока-кола сусынын стаканға құй, сен, София, сүтті стаканға құя қой. Сүт өнімі өте пайдалы, балалар? Біз сүтті неден аламыз? 3 стаканға сусындарымызды бөліп құйдық. Енді мына стаканға да құя қой, Асия. Бұған толтырмай құямыз. Құя қой. Жетеді. Енді бірінші стаканға біз Кока-кола сусынына оның зиян екенін зерттеу жүргізіп жатырмыз. Енді бірінші стаканға мына тұрған стакандағы сүтімізді құямыз. Кәні құя қой, Асия. Асия, бүгінгі тәжірибемізді бастаймыз ба? Ол үшін не қажет бізге? Кола мен сүт. Кәні тәжірибемізді бастай қой. Біздің коламыздың үстіне сүтті құямыз. Тоқта. Ал, көрдіңдер ма? Не байқадыңдар? Бұл жерде біздің коламыздың түсі өзгерді, Яғни бұл жерде коланың бойында бояғыштар мен химикаттар бар екенін байқаймыз. Мына жердегі тұнбамыз сүт құйғандықтан несі басылып түсі өзгеріп кетті, Түбіне түсіп, мына жердегі ерігіш заттар бөлініп шықты, Яғни бұл жерде химикаттар мен бояулардың түстері өзгеріп кетті. Бұл дәл осылай біздің ағзамызға дәл осылай түскенде біздің асқазанымызға өте зиян екен. Әсіресе тағы қай жерде зиян болады екен? Кола сусыны ол біздің көзімізге де зиян екен. Апа, мен бір тәжірибе жасап көрейінші. Ол қандай тәжірибе, София? Сенің тәжірибең қандай? Айта қойшы, не істейсің? Саған да Кока-кола сусыны қажет болды, Енді оны не істейсің? Айта қойшы. Оған мына қағазды, салфеткамызды не істейміз? Сала қой. Салып, және мына біздің таяқшамызбен араластыра қой. Араластырамыз. Не байқадыңдар? Бұл жерде де біздің кола сусынның зияндығы байқалып тұр, Қараңдаршы, көптеген көпіршіктер пайда болды, Бұл біздің ағзамызға өте зиян екен. Көрдіңдер ме, балалар? Мінекей. Енді келесі кезекте біз Кока-кола сусынын ішеміз ба? Ол біздің асқазанымызға зиян ба екен? Өте зиян екен. Апай, мен енді Кока-коланы іспеуге тырысамын. Бұл өте зиян екен, балалар? Біздің ағзамызда, асқазанымызда осындай мөлшерде келіп, газдалған сусын түскен кезде, мына біздің қағаз майлығымыздың түсі өзгергенде, біздің асқазанымызда да сондай құбылыстар болады екен. Бұны бізде пайдасы, Кока-кола өнімінің пайдасы сусынның Америка құрама штаттарында кола сусынымен көліктердің моторларын жуады екен, пайда жағы. Ал біз зиян жағын айтып жатырмыз.